Испания чемпионатының 31-ші турында каталондықтар Атлетиконы 2-0 есебімен жеңіп, чемпиондыққа талас интригасын толық сөндірді. Әрине әлі 7 тур болса да, бәріміздің сүйікті испандық турниріміздің жеңімпазы анықталған секілді. Мадридтік Реалдың провалды маусымын талқылай, біз әрқашан тек патшалық клубтың проблемаларын ғана айтқандықтан, олар Барселонада жоқ деген сөз емес. Каталондық клубта да айтарлықтай шешімін таппай жүрген мәселелер бар. Ал міндетті түрде аяқталатын Мессидің эпохасы жығылғанға жұдырық болары сөзсіз. Месси сияқты футболшының орнын трансферлермен толтыру жеткілікті деген сөз күлкілі болса да, бүгінгі бейнероликте Барселонаның алдағы трансферлік терезелердегі әрекеттеріне болжам жасап көрейік. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Жалпы каталондық клубтан соңғы 10 жылдағы бейнесіне қарасақ, Барселонада қақпашымен ешқашан үлкен проблемалар болмағанын байқасақ болады. Виктор Вальдес, Пинто, Клаудио Браво, Тер Штеген. Бұлардың барлығы өз кездерінде топ деңгейдегі футболды көрсетсе де, дәл осы 4 қақпашына ортақ бір зат біріктіреді. Барлығы да сөзсіз талантты және керемет қақпашылар. Алайда барлығы да әр кезден сайын дәл керек емес деген жерде өте күлкілі қателіктер жасайды. Алайда барлығы да бұндай фейлдардың орнын фантастикалық сейфтермен толтырады. Қазіргі таңда Барсада негізгі қақпашы Тер Штеген, екінші қақпашы Яспер Стилесан және де Барселона Б-да жүрген резервті қақпашылар Игнасио Пенья мен Хакин Эскиета бар. Тер Штеген қазіргі топ формада жүрген шағында басқа голкипер туралы сыбыстар жүрмеуі заңдылық әрине. Десе де әлі бірдеңе деуге өте ерте. Бейнеролик Брикспэт компаниясының қолдауымен түсірілген. Тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативтік қызмет және де жедел төлемдер. Қысқасы спорттан хабарларыңыз болса және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. Брикспэт сілтемесі төменде. Қорғаныс позициясына әзірге сыбыстар тек Матеис де Лиг жөнінде ғана өрбуде. Испандық баспалардың мәлімдеуінше голландиялық центрбэк каталондық клубпен келіссөздер жүргізіп үлгерді. Де Лигтің ұлттық құрамадағы әрі Аякс сапындағы командаласы Де Йонгтың ресми жарияланған трансферінен кейін 19 жастағы қорғаушының ауысымына да сенім көбеюде. Бұл трансфердің орындалу мүмкіндігіне 100-70% берген жөн болар. Басқа да қорғаушылар жайлы сыбыс тек француздық Жан-Клер Тодибо жайлы ғана. Ойыншының Тулуза клубымен келісім шарты осы жазда аяқталады. Сол себепті бос агент құқығымен ойыншы Барселонаға ауысуы әбден мүмкін. Жартылай қорғаныс зонасында мәселелер өте көп. Алғашқысы әрине Каутиньоның болашағы. Бразилиялық хавбэк клубтан кетуге дәмелі. Ойыншыны Манчестер Юнайтед пен Челси алуға дайын. Басқа да трансферлер жайлы сыбыстар Ариен Рабио мен Марко Верати жайлы жүрсе де, олардың болу мүмкіндігі сыбыстардың азайғанына қарағанда күннен күнге төмендеуде. Жүзеге асып қойған трансфер қайталап өтейік әзірге тек Фрэнки де Йонг. Голландиялық футболшы үмітті ақтайма жоқ па уақыт көрсетеді. Дегенмен ақтайды дегенге көптеу сенімдімін. Себебі Аякс, Голландия, Барселона. Бұлардың бәрін Йохан Кройфтың философиясы деген желім біріктіреді. Не дегім келгенін түсінген адамдардың қатарынан болсаңыз, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз шабуылға көшеміз. Луис Суарездің осы маусымдағы аздаған деградациясына бола басшылық жаңа бомбардир қарастыруда деген сыбыстар шықса да, кандидаттар жарияланбады. Хайпқа толы жаңалықтарды және де жалпы испандық прессаны өзіне Антуан Гризман қаратты. Қазіргі таңда сыбыстар өте көп болса да, бұл трансферге жеке өзім қатты сене бермеймін. Әсіресе Гризман Камп Ноудың ысқырғына тап болғаннан кейін орындалу мүмкіндігіне әзірге небәрі 140% берген жөн болар. Қалғанын уақыт көрсетеді. Байқасаңыздар, Гризман соңғы кезде тілшілерді шулатып жүргені болмаса, Барсаға ауысуы мүмкін футболшылар туралы сыбыстар осы маусымда көп емес. Оған себеп бірінші фактор әрине барлығы Реалдың жаңаруын талқылауда болса, екіншіден Барса өткен трансферлік терезеде Реалға қарағанда сауатты жұмыс бітірді. Демек, каталондықтарда әлі де ротация жасауға келетін футболшылар жеткілікті. Бейнероликті Мессиден бастағандықтан ол жайлы да бір-екі ауыз айта кеткен жөн болар. Аргентиналық шабуылшы 32 жасқа аяқ басып келеді. Демек, оның эпохасы аяқталатын сәтте алыс емес.
Өткен маусымда Мессисіз Барселона ешкім еместігін бірнеше матчте көрсетіп қойды. Футболшы ауысып шығып бірнеше рет клубқа ұшып сыйлады. Осы маусымда Вальверде топ трансферлердің арқасында ғана Месси қатыспаған матчтерде жаман өнер көрсетпесе де, бұны бір ғана негізгі фактормен ақтауға болады. Месси қатыспайтын матчтерде басқа ойыншылар барынша өздерін көрсетіп қалуға тырысады. Сол себепті сол матчтерде барын салып ойнайды. Ал Лео сияқты тұрақты лидер кеткен соң, жәнегі екінші скрипкадағы футболшылар үлкен қысымға көбінесе шыдай алмай қалады. Мысалға тек Гарет Бейлді алсақ жеткілікті. Роналдудың кеткенін неше жыл күтіп, ақыры кеткен соң орнын баспақ түгілі былтырғы өзінде жоғалтып алды. Барселона қандай трансферді жүзеге асырмаса да, Месси кеткен соң биылғы Реалдың күнін кешетіні 100% белгілі. Себебі Месси сияқты футболшылар үлкен сиректік. Месси кеткен соң Барселонада қатты өзгеретін анық. Бастысы қазірден бастап дайындалу керек. Барселона сөзсіз қалаған ойыншысын алар. Алайда бұл істе өте мұқият болу керек. Себебі Реалдың басынан өткен сынақ ақырындап болсын Барселонаға да келе жатыр. Өткен бейне роликте 2000 лайк өте аз уақытта жиналды. Баршаларыңызға көптен көп рахмет. Басқан лайктарыңыз бізге өте маңызды. Осы әрекетпен сіздер біздің еңбегімізге алғыс білдірген боласыздар. Олай болса, осы бейне роликке де лайктарыңызды аямаңыздар. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.